Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын кешкі ас немесе түскі ас жасайтын боламыз. Бұл подливті кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Бізде бүгін күріштің қалай жабыспай пісуі туралы менің каналымда рецебі бар. Қарап көріңіздер. Пюремен беруге, макаронмен беруге, гречкамен беруге болады. Өз еріктеріңіз. Қазір подливін жасаймыз. Алдымен майымызға ұсақтап туралған пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне жуылған, туралған етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Еттің сөлі шығады. Сөлі тартылғанша қуырып аламыз. Үстіне сәбізімізді турап саламыз. Мен үлкендеу етіп, үш бұрыштап турап салдым. Сіздер сопақша, соломка ретінде турасаңыздар да болады. 1-2 минут қуырып болғаннан кейін болгар перецін салдым. Оны да 1-2 минут қақпағын жауып қуырып аламыз. Үстіне тұзымызды, томатымызды және қара бұрыш септім. Дәміне қарай қосасыздар өздеріңіз. Кішкене қуырылған соң 1 стакан су құйдым. Менде 300 мл. Қайнап жатқанда 1 қасық соевый соусты және 1 қасық ұн салып жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар, түйіршік болып қалуы мүмкін. Соевый соусты негізі қуырылып жатқан кезде де қоссаңыздар болады. Енді бетіне картошка салдым. Міндетті емес, бірақ балаларым картошкамен жегенді жақсы көреді, сондықтан картошканы да кішкене көбіктап салып жібердім. Бұл қоспаның барлығын соломка ретінде турап, әдемі етіп жасасаңыздар да болады. Мінекей осымен подливіміз дайын, 15-20 минутта пісіп шығады. Гарнирге бізде күріштің рецебі менің каналымда бар. Қарап көріңіздер, өте дәмді әрі жабыспай әдемі болып пісетін рецепт. Осылай подливті жанына салып, үстін әртүрлі аскөктермен әсемдеп берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда жаңадан шыққан видеоларымды сіз бірінші көретін боласыз. Барлықтарыңызға жақсылық тіледім. Сіздермен Алтынай. Сау болыңыздар.